Қалай кәсіпкердің табысын бір айда екі еселеуге болады? Мен коучинг терапияда мына нәрсені байқадым. Біз табысты арттыру үшін жаңа бір білімдерді алу керек, көбірек шапқылау керек деген сияқты сонымен ғана әрекет жасайтын едік. Бірақ кәсіпкер уже бизнесін ашып істеп жатқан болса, ол сол білімдерімен, сол тәжірибесімен ақ табысын екі есеге өсіруге болады екен. Өйткені кәсіпкердің негізгі проблемасы энергиясы түсіп кеткен. Энергиясы төмен, состояниясы түсіп кеткен және фокусы шашырап кеткен. Фокус шашыраса, энергия бәрі шашырап кетеді. Содан кейін кәсіпкер өзінің потенциалын толық қолдана алмай қалады екен. Сол біз кәсіпкердің фокусын жинап, энергиясын, состояниесін көтергеннен кейін и фокусының бәрін табысты өсіретін нақты әрекеттерге бұрғаннан кейін кәсіпкер осындай нәтижеге жетіп жатыр. Өйткені осы энергияның түсіп кеткендігінен, состояние түсіп кеткен, фокус шашыраңқы болғандықтан кәсіпкер өзінің потенциалын толық қолдана алмайды просто. Түсініп отырсыздар ма? Осы нәрселер арқылы ғана бір айда екі есе өсуге болады екен. Ойланып көр, сенде де табысың өспей жатса, значит, ойың шашыраңқы болса, тез шаршап қалатын болсаң, сен өзің күшіңді толық пайдаланып жатқан жоқсың. Олай болса, бірінші рет көріп отырсаң, подписка жаса, сұрақтарың болса комментарийға жаз, фокусы шашырап жүрген таныстарың, достарың болса бөліс.